Озаттар оза шабатын бәйге. Алматыда мектеп оқушылары арасында Қасыл Қатықбаев атындағы байқау басталды. Қалалық додаға болашақта ұстаз болам дейтін 11-ші сынып оқушылары қатысады. Биыл 8 ауданнан 100-ден аса тәлімгер бақтарын сынауға өтінім білдіріп, оның 40-қа жуығы қалалық кезеңге өтті. Қатысушылар бүгін педагог мәртебелі мамандық тақырыбында эссе жазды. Келесі кезеңде менің Қазақстанға қосатын үлесім тақырыбында жоба қорғайды. Сынақтан сүрінбей өткен бас жүлдегер Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің грантына ие болады. Айта кетейік, қалалық байқау жастар жылы аясында ұстаздар мәртебесін арттыру мақсатында ұйымдастырылған. Ол кісілерге баға беретін бізде әділ қазылар кеңесінің мүшесі, яғни әрине ұйымдастырып отқан білім басқармасының басшысы Гүлнар Махақызы, одан кейін осы демеушіміз Мұрат Әлиханұлы бар, Қазақстанның еңбек ері Аягүл Төреевна бастаған, одан кейін осы ұстаздық мамандық жолындағы мына Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессорлары қатысып отыр.